Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімемді тыңдап, каналымды қолдап, төмендегі подписация бөліміне өтіп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін бізде жаңа әңгіме. Әкем қайтыс болған соң анамның да денсаулығы сыр бере бастады. Бұл үйде не шешең тұрсын, не мен тұрайын. Шаршатты әбден. Өткіз анау қарттар үйіне. Сол шешең үшін мына үйде күнде ұрыс. Берекеміз кетті. Шалының артынан неге кетпеді екен? Өткізбесең бала-шағаны жинаймын да кетемін. Қалыңдар шешең екеуің. Арада бір ай өтті. Әйелімнің қабағы ашылмады. Балаларды әдейі жылатады. Анама әдейі суыған шай, тәмсіз тамақ береді. Жұмыста болатынмын. Үлкен ұлым телефон соқты. Тез жетіңізші, өртеніп жатырмыз деп. Алып ұшып үйге жеттім. Анам өзі тамақ істеймін деп ас бөлмеде өрт шығып кетіпті. Жер үй болған соң сыртқа шығып үлгеріпті. Әйелім де менің артымша келді. Болды жетер, құрт шешеңді. Бір күні мына түрімен үйді өртейді. Жап-жаңа мебелімді құртыпты. Бір жағынан әйелімдікі де дұрыс шығар. Біз үйде жоқ кезде жалғыз қалады. Ертең үйді өртеп жіберсе ше, одан да қарттар үйіне жағдайы дұрыс болар. Ертең мен осы шешімге тоқтадым. Араға бірер күн салып анаммен сөйлестім. Бір-екі айға сізге санаторийге путевка алып келдім. Демалып кішкене денсаулығыңызды түзеп қайтасыз. Маған осында да жақсы ғой балам. Ол жерде жағдайым бола қояр ма екен? Сендер жұмыстасыңдар. Мына үйге де бас-көз болатын адам керек. Бәрін қойшы, ол жаққа кетсем кішкентай Бәкүнтайымды сағынам ғой. Бәкүнтай деп отырған ең кішкентай немересі. Әжесімен бірге ұйықтайды. Онсыз тамақ ішпейді. Екеуі бір-біріне сондай бауыр басып қалған. Ары айтып, бері айтып, ол кісіні ақыры көндірдім. Анамның екі сөмке заттарын машинаға салып жатқанда Бәкүнтай әжесінің кетіп бара жатқанын көріп, қолынан тартып кетпеші деп жылағаны әлі көз алдымда. Анам да оны қимай бет орамалымен көз жасын сүртумен болды. Әжең докторға барып келсін қазір, сосын саған көп ертек айтып беремін. Құлыным, сол күтіп жүр, мен келемін. Бала жүрек әжесінің енді қайтып келмейтінін сезгендей, машинаның артынан біраз жерге дейін жылап жүгірді. Иә, періште жүрек бәрін де сезді. Бәрін. Анамды атың өшкір қарттар үйіне әкелгенде ғана қайдан келгенімізді айттым. Бәкүнтайым сонша жібергісі келмеген еді. Жақын адамның келмеске кетіп бара жатқанын сезіпті ғой. Білемін балам, мен үшін келінмен көп ұрсатын болып кеттіңдер. Солай шешсеңдер көнемін. Қалдырып кет мені. Бірақ бір ғана өтінішім бар. Бәкүнтайды әкеліп тұрыңдар. Көзімнің тірісіндей маңдайынан иіскеп жүрейін. Ертең өлген соң. Мен есіктен шығып жүре бердім. Көлігіме жеткенше жүрегім қатты қысылды. Үйге келдім. Бәкүнтай алдымнан жүгіріп шықты. Көзінен әжемді қайда апарып тастадың деген сұрақты байқадым. Әйеліме анамды қарттар үйіне өткізгенім ұнады. Жаны жай тауып көңілді жүр. Соңғы бір айда жемеген тағамдардың түр-түрін істеп тастады. Бірақ тәбетім жоқ. Күрсіне берем, анамның орны қатты біліне бастады. Бәкүнтай әжесін күнде сұрайды. Бір күні оны әжесіне алып бардым. Бізді көре сала Бәкүнтайды құшақтай алды. Құлыным, жарығым, сол тәтті балапаным, үлкен жігіт боп кетіпті өзі. Қарашы, әжең саған көп кәмпит жинап қойды, мә ала ғой ботам. Анам жастығының астынан бір уыс кәмпиттерді алып Бәкүнтайға берді. Жылап тұр, немересін көргеніне қуанғаннан. Кетерде Бәкүнтай әжесінің қасында қаламын деп жылады. Әжесі жатқан жеруеттен жібермей ұстап жылап тұр. Бәкүнтай, құлыным, сен үйге қайта бер, жарай ма? Мен ертең барамын. Ақылдым менің, үлкен жігіттер жыламайды. Қане папаңмен бара ғой. Үйге келген соң бұлай болуы керек деп ойладым. Анамды қарттар үйіне керексіз адамдай апарып тастадым. Не үшін? Әйелімнің сөзіне ердім. Кетем дегеннен қорықтым. Мен қорқақпын. Жоқ, қандай жағдай болса да анамды қайта әкелуім керек. Осындай ойлармен 3 айдан аса уақыт жүрдім. Анамды көруге де бара алмадым. Өзім басқаратын фирма банкротқа түсті. Оның арасында жалға алып істеп отырған дүкенімді тонап кетті. Тек сәтсіздік, тек шығын. Бәкүнтай есік алдындағы талдан құлап аяғын сындырды. Осының бәрі аз ғана уақыттың ішінде бірінен кейін бірі болып кетті.
Бір күні жұмыста қағаздармен басым қатып отырғанмын. Телефоныма белгісіз нөмерден қоңырау келді. Көтердім. Өмірдегі ең суыт қоңырау осы еді. Қарттар үйінен хабарласты. Анашым өмірден өтіпті. Бала күнімде мектепте қалай мұнтаздай етіп киіндіріп жібергені, мұғалімдерін балаңыздың сабақ үлгерімі өте жақсы деп мақтағанда менің ақылдым ғой деп маңдайымнан сипағаны. Бір күні өзі көйлек аламын деп базарға кетіп маған көп киімдер әкеліп әкеме мыналарды көріп баламызға алғым келіп кетті. Көйлекті басқа бір жол алармын дегені мен оқуға түскенде мені құшақтап қатты қуанғаны, үйлену тойымда қуаныштан толқып жылағаны, бәрі көз алдымнан лента болып өтіп жатты. Үйге келіп әскерде жүргенде амандығымды тілеп жазған ескі хаттарын, анашымның қолтаңбасы қалған сағынышқа толы сарғайған хаттарды құшақтап өкіріп жыладым. Өкініш тірідей өртеді енді кеш, мен тым кеш қалдым. Тіпті жүрегінің соңғы соғысында естіп үлгермедім. Бақыл бол енді, анашым. Өте әсерлі әңгіме екен. Оқып отырып өзім де жылап алдым. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі әңгімені тыңдау үшін астындағы подписаться бөліміне өтіп тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.